30-шы дәріс білімге ақша құю, 138-ші 141-ші беттер. Бұл қаржылық тәрбие деген бөлімдегі ең соңғы жазба екен. 3-4 бет. Білімге ақша құю деген түсінікті нәрсе. Бенджамин Франклиннің жақсы сөзін білеміз. Ең көп табыс әкелетін инвестиция ол білімге құйылған ақша, сондай сөз келеді. Рас сөз. Бұған дейінгі инвестиция туралы бөлімде біз айтқанбыз. Ақшаны қайда құю керек дегенде, егер сенде ақша артылса, бірінші кезекте өзіңнің ақша табу қабілетіңе жұмсау керек та. Саған ақша табуға, ақшаны дұрыс жаратуға, дұрыс сақтауға көмектесетін білімге ақша құйсаң, ең бірінші соған құю керек деген сөз бар. Сол сөзді бір ары қарай дамытып көрейік енді. Жалпы білімге ақша құйған дұрыс, бірақ та кейбір мынандай адамдар бар, білімге ақша құю керек екен деп көзін жұмып қойып ала береді, түрлі курстарды, түрлі кітаптарды, түрлі бағанағыдай жақсы бір пайдалы деп ойлаған нәрселерді ала береді, жөн жосықсыз. Бірақ бұл жерде бір қызық нәрсе бар. Сен алдың оны, бірақ та оны сен ары қарай оқуың керек қой. Оны үйренуің керек, оған күш салуың керек, дамытуың керек. Түбі сондайда. Ал бірақ жай ақшамен шешіп тастаймын деп ойлау дұрыс емес та енді. Жай білімге ақша құйдым, бітті. Менің өмірім өзгереді деген нәрсе өтірік нәрсе. Қазіргі кезде инфобизнесте көбі соны қос сөзді қолданады да. Негізі дұрыс сөзді, бірақ дұрыс емес мақсатта қолданады да. Яғни білімге ақша салыңыздар, білімге салған ақша көп есе қайтады, анау мынау бір бәле деп алады да. Бірақ та ол білімді емес, былайша айтқанда үмітті сатып жатыр да. Түсінемін, егер де мысалы сен өз бетінше іздендің, өз бетінше бір кітаптар оқып көрдің, ақтарып көрдің, бір сұраққа бас қатырып жүрсің. Сөйтіп бір кісі оны біледі да, жауабын қалай істеу керектігін. Сен нақты соның білетінін білесің еще. Көрдіңіз бе? Біреудің білетінін білесің да. Біз кейде кімнің не білетінін білмейміз ғой. Сөйтіп оның сол тақырыпты білетінін білесің де, ол кісімен бәлкім белгілі бір уақыт өткізу ақша тұратын шығар. Белгілі бір кеңесін алу уақыты оның осыншама ақша тұратын шығар. Сөйтіп сен оның уақытын, фокусын сатып аласың ақшаға. Сөйтіп өзіңнің қойғың келген сұрақтарını қойып, мәселені шешіп аласың да. Білімге ақша құю деген осы да. Осылай болса түсінемін да. Бізде қалай? Біріншіден ізденбейді. Менде ақша бар, мынаған ақша берем, бітті, мен біліп кетем, өмірім өзгеріп кетеді дейді да. Бірақ өмір өзгеріп жатқан жоқ та. Курсқа қатысып жатыр, бір нәрсе істеп жатыр. Сол үшін асылында көп жағдайда пайдалы білім ол тегін болып келеді. Жалпы білім деген нәрсенің өзі тегін нәрсе ғой. Мысалы бізде айтады да, бассейнде мынандай жағдай болған. Бір жігіт душта суды ағызып қойған да енді. Сосын айтам да енді кішкене ағызбай түсіп жатқан жоқсың ғой сен суға. Мысалы өшіріп қойсайшы, сосын түскен кезде қосасын десем, мен бұл үшін ақша төледім ғой дейді да. Яғни мен бассейнге ақша төледім ғой дейді. Мен айтам, конкретно суға сен ақша төлеп жатқан жоқсың деймін. Су тегін негізі. Біз қолданып жатқан су бар ғой күнделікті, душқа, бағанағы, ол тегін. Өйткені оның егер ақшасын қоятын болсаң, ол ақшасы бағаланбайтын ақша да ол негізі. Нақты сонда біз не үшін ақша төлеп жатырмыз? Біз сол суды біздің үйімізге жеткізіп беру қызметіне, сол бассейнге жеткізіп берген үшін ақша төлеп жатырмыз негізі. Судың өзі ол Құдайдан келіп жатқан нәрсе ғой. Ол тегін нәрсе да. Дәл сол сияқты білім де сондай тегін нәрсе. Біз білімнің өзі, білім де мен су сияқты Құдайдан келетін нәрсе деп ойлаймын. Тек қана біз сол білімді жеткізушілерге уақыты үшін, бағана платформасы үшін суды жеткізіп беретін адамға қалай ақша берсек, білімді жеткізіп беретін адамға да солай ақша береміз да. Яғни осыны ұмытпау керек та. Яғни білім келсем, білім өте құнды нәрсе, су да өте құнды нәрсе ғой, бірақ су тегін ғой. Андай нәрселер болады өмірде. Құнды, бірақ тегін да. Ол Алладан келетін нәрселер ғой. Сол үшін білімді қажет болса, білімді бір кішігірім, бір кішкентай бір болар болмас жерден тегін алуға болады да білімді. Мен сіздерге бір қызық нәрсе айтайын.
Өткен жолы мен Ыстықкөлде демалдым, достарымызбен, отбасыларымызбен демалдық. Сол кезде бір досым, суға түсіп жатырмыз да, ана жерде 1 минуттық бір әңгіме айтты. Ол кісі бүйтеді, досым, мен иглотерапевтке бардым дейді, инемен емдейтінші, грыжасы ма, бір нәрсесі шыққан сияқты досымның. Сөйтіп ол досым айтады, сол иглотерапевт маған мынандай кеңес айтты дейді. Таңертең 10 000 қадам жаса, бірақ та ішіңді тартып, арқаңды тік ұстап жүр дейді. Сол кезде анау омыртқалардың арасындағы дисктердегі қан айналым жақсарады. Сөйтіп сенің, былайша айтқанда, омыртқаларында қан айналым жақсарса, дисктерде, омыртқа аралық дисктерде қан айналым жақсарса, онда сенің грыжаңда емделеді, болашақ грыжалардың да алдын аласың дейді. Сол кезде былай қарасаң, мынау білім ғой ол. Білім тегін бір минуттың ішінде мен осы білімді алып алдым да, сосын қолдана бастадым. Қазір Аллаға шүкір бір жақсару бар омыртқамда, арқамда деген сияқты. Былай қарасаң, тегін білім 1 минут табылды. Яғни білімді кейбіреулер бәлкім бұл нәрсені білу үшін бір консультацияға жазылады, тағысын тағы сөйтіп осы нәрсені білуі мүмкін де. Бағана досым иглотерапевттің консультациясына ақша төлегенде. Енді иглотерапевт көбінесе консультация деген нәрсе, ол білім сатылады ғой жерде. Ол сені қарайды, денеңді қарайды, басын қатып жүрген нәрсені айтып береді. Сөйтіп сенің шеше алмай жүрген нәрсеңді бір ауыз консультациямен, кеңесімен саған бір шешім ұсынып береді. Білім ғой, білім, ақша. Яғни ол емі жоқ та бұл жерде, емдеген жоқ сен әлі. Бірақ та саған емделудің жолын көрсетті, бағыттады. Яғни сол үшін біз бағана бәлкім сол консультация беруші адамның уақыты құны сондай болып тұр да. 10 000 теңге ма, 5 000 теңге ма, сондай. Сол тағы бір мысал айтайын сіздерге. Білімнің тегін екеніне дәлелдер. Мен есімде 2020 жылы енді бір кооператив марафон жасағаным бар. Сөйтіп соны сату керек болды. Қалай сатам білмеймін. Идея жоқ, инфобизнестен хабарым жоқ. Сөйтіп мен бір кісінің Мейірбек мырзаға жазылғам ол кезде, Шомбай скулдағы, төртеу түгел болсындағы Қуаныш Шомбайдың жанындағы жігіт, білесіздер, Мейірбек мырза. Сөйтіп Мейірбек мырзаның сторизін қарасам, Мейірбек мырза Жұлдыз Ақболат бар. Ол кезде Жұлдыз Ақболат деген инфобизнесмен болған, қазір бар ма жоқ па білмеймін. Сол Жұлдыз Ақболат как раз Инстаграмда сауда жасаудың біраз білімі болды да. Сөйтіп Мейірбек мырза Жұлдыз Ақболаттың бір сторизін репост жасаған. Репост ол 10 секунд, 15 секундта. Сол жерде Жұлдыз Ақболат мынандай бір сөз айтты да. Қазіргі кезде таргет емес, басқа емес, сториз арқылы сату трендте. Сториз арқылы сатыңыздар. Бір нәрсе деп қалды да. Оппа, мен іздеп жүрген жауап осы ғой. Мен бір ақша төлеген жоқпын. Мейірбек мырзаның сторизін көруге, тағысын тағы Жұлдыз Ақболаттың курсына ештеңесіне жазылған жоқпын. Бірақ маған керек жауап табылды да сол жерден 15 секундта. Сосын мен түсіндім, болды, онда сториз арқылы сатам дедім да, сторизбен сатып көрдім. Сөйтіп бір 10 күнде есімде, 10 күнде бір 300 адамға сатып тастадым да, кооператив марафон. Сториз арқылы тек қана. Ары қарай да сата бердім енді. Біраз табыс келді. Сол кездегі адамның кәдімгідей саудасына тікелей әсер етін білім болды ғой бұл. Кішігірім білім. Бәлкім біреу Жұлдыз Ақболаттың курсын, қаншама курсын көріп тастап, көрмеуде мүмкін ақшасын төлеп, сөйтіп ешқандай пайда алмауы мүмкін да. А мен 15 секунд тегін бағанағыдай сұрағыма жауап алып, саудамды арттырып алдым. Сол үшін рахмет Жұлдыз Ақболатқа да, Мейірбек мырзаға да. Айтайын дегенім, біз кішкене білімге ақша құйған кезде де былай соқыр сеніммен құймауымыз керек та. Типа Бенджамин Франклин айтқан, ең көп табыс әкелетін инвестиция ол білім. Сол үшін болды, мен білімге сала беремін, бітті деп. Олай емес, ондай формула жұмыс істемейді. Ол жерде де ойлану керек, ол жерде де инвестор болу керек. Так, мен қанша ақша салайын деп жатырмын, қанша қайтара алайын деп жатырмын. Көп жағдайда пайдалы білім тегін болып келеді, немесе арзан болып келеді. Сол үшін мен айтам, бір мәселеге қатысты бірден қымбат курс алудың керегі жоқ. Бірінші өзің ізденіп көр. Ескендір Бестай біздің кітап алып подкастқа келгенде бір жақсы нәрсе айтқан. Білім алудың ең арзан және тиімді жолы ол кітап оқу деген. Яғни курс деген мен ойымша ол
тісі шайнай алмайтын, тісі батпайтын адамдарға берілген бір тісін шайнап беруші нәрсе сияқты да. Сол үшін курс керек, мен айтпаймын керек емес деп, бірақ ол келесі бір кезеңдер болу керек. Мысалы, мен Шамиль Әлеудиновтың мынау кітаптың жазылуына себеп болған 45 күндік забегі бар ғой, марафоны десек те болады. Соны алмастан бұрын мен Шамиль Әлеудиновтың 3 кітабын оқыдым. Оны 10 жыл бақыладым, былайша айтқанда. Оны білем, былайша айтқанда, не айтқысы келетінін, курсты қалай жасайтынын. Мен ақшам жетіп тұр оның марафонын ала салуға. 240 мың теңге ме сондай болды 6 апта. Өте арзан, бірақ ойлаңызшы, мен бірінші өзім ізденіп көрдім. Сосын соған қатысқан достарым болды, достарымнан сұрастырдым, қалай болды, қалай оқу керек, анау деп, инвестор сияқты. Содан кейін барып өзім пісіп жетілгеннен кейін, уже сол шекке жеткеннен кейін барып шешім қабылдадым. Все. Бұл ақшамды аяғандық емес, тек бұл қаншалықты мен бұл инвестиция деген сөз, бұл білім арқылы мен қаншалықты оны арттыра аламын деген сияқты бір инвестициялы ойлау болды да менде. Сөйтіп ол курсын алдық, Аллаға шүкір, пайдасын көрдік. Мынау кітаптың жазылуына бір ұйытқы себеп болды да. Сол сияқты ғой енді. Бірінші айтар едім мен. Бірінші өзіңізден көр. Өзіңізден тегін варианттарынан баста. Сосын арзанырақ варианттарды көр. Сөйтіп, ақырын ақылы вариантқа жетесің. Сол ақылы вариантқа жеткен кезде уже шешім қабылдайсың. Және бір нәрсені айту керек. Шәкірт дайын болғанда ұстаз өзі келеді деген жақсы сөз бар. Мен талай ұстаздарды білем. Шын ұстаздар, оларға шәкірттің ақшасы емес, шәкірттің ықыласы керек. Мен мынандай бір сөз айтам жиі. Ықылас көп болған сайын ақша аз төлейсің, білімде. Ықыласың көп болған сайын аз ақша төлейсің, ал ықыласың аз болған сайын көп ақша төлейсің. Білімге өте көп ақша салып жүрген адамдарды қарасаң, типа инвестиция жасап жүрген, олардың ықыласы аз болып шығады да. Оларға курс сататындар, білім сататындар негізі білім емес, үміт сатып жатыр ғой. Типа қазір мынанша алсаң, мынанша оқысаң, осындай табысқа кенелесің, осындай дейді да, үміт сатады. Сосын сен сол үмітті сатып аласың. Сен әлі ол білімді әлі оқыған жоқсың, әлі тапсырмаларын жасаған жоқсың, әлі кезеңмен өткен жоқсың да, сөйтіп сені саған үміт сатады. Ал сенде ықылас бар ма, жоқ па? Жалпы білім алу үшін ықылас керек қой. Сен ықыласты түрде оқуға, үйренуге дайынсың ба, жоқ па? Осы мәселе да. Сол үшін менің позициям осы. Білімге ақша құю керек, бірақ қашан құю керек, қалай құю керек. Көп жағдайда білім тегін және арзан болып келеді. Және білімнің өзі тегін. Біз тек қана сол білімді берушінің уақыты, энергиясы үшін ақша төлейміз. Мысалы, айттым ғой, біз Жапонияға Сырымбек ағамен бірге бардық. Сол жерде мен Сырымбек ағаның жанынан қалмай қойдым да. Автобуста да бір автобусқа отырам, жанына отырып алам, жолда да, көшеде де бірінші қатарда жанында жүрем, сұрақтарым бәрін қойып, былайша айтқанда өзіме керекті ақпаратты, білімді алып алдым да. Бірақ та ол кісімен Алматыда жүрсең өйтіп сөйлесе алмайсың. Өйткені басқа істері бар, уақыты бос емес, фокусы бос емес. Енді мен $9300 төледім бағанағы Жапония сапарына. Енді ол тек қана білімге салынған ақша емес. Ол жерде баған демалысың бар, жатын орның, тамағың, самолетің бәрін қосқанда, бірақ негізі бұл білімге құйылған ақша деп қабылдаймын мен бұны 9300. Өйткені Сырымбек аға, Өркен аға бар, Жадыра ханым сол жақтағы Жапонияны таныстырған. Былайша айтқанда, жапон тану деген білімге сонша жұмсадым. Бұл өте күшті формат. Сапар арқылы білім алу дегенше. Мен егер білімге ақша құйсаң, осындай вариант. Сапар арқылы білім алу дегенге ақша құяр едім да, аямай. Менің ұстаным осы, достар. Енді мынау жазбаны оқып көрсеңіздер, жақсы түсінесіздер деп ойлаймын. Қысқа нұсқа түсіндіруге тырыстым.